Сәлем достар, сіздермен бірге Жастар үні подкасты. Бүгін бізде қонақта Марғұлан, Шағи және A few moments later. A few inches later. Сәлем достар, сіздермен бірге Жастар үні подкасты. Бүгін бізде қонақта Марғұлан, Шағи және Жасур. Қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін көптің ойында жүрген сұрақтарды талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қателесуден қорқу, дамуға кедергі ме? Жалпы ең алғашқы менің сұрағым, қателесу деген ұғымды қалай түсінесіздер? Қателік жасау деген әр адамның өмірінде болатын табиғи құбылыс. Адам бір затты алғаш рет істегенде немесе тәжірибесі аз болғанда ол қателік жасайды. Қателік бірақ бұл жаман нәрсе емес, керісінше ол адамға үйренуге, дамуындан жақсы, маңызды сабақ деп айтсам болады. Қателік жасау ол сенің алдағы бір нәтижеге жеткізудегі бір тәжірибең ғой. Адам қателікпен тәжірибе жинайды. Яғни бір нәтижеге жету үшін қателік жасамай, сен мінсіз ол нәтижеге жете алмайсың. Ал қателіктер ол саған сабақ. Қателік жасағанда әрбір адам міндетті түрде сол істеген қателігінен сабақ алу қажет. Яғни сол. Менің ойымша қателік адамның өмірінің заңдылығы. Себебі адам сәби кезінен бастап ол құлау арқылы ол қателесіп, яғни құлау арқылы бұл қателіктің бір түрі, ол құлау арқылы ол жүруді үйренді. Яғни бұл жерде адамның қателігі адамның өміріне пайдалы деп білемін. Жаңа айта кеттіңіздер, қателік бүкіл адамда болады, иә? Бізде де, сіздерде де болады. Ал осы қателіктен бір сабақ алған кездеріңіз болды ма? Бір оқиға айтып берсеңіздер. Әрине, мінсіз адам болмайды дегендей, әрбір адам қателік жасайды. Қателіктің өзім алған тәжірибем. Мен көбінесе сахнаға немесе көпшіліктің алдында тұрған кезде менде өзіме деген сенімсіздік арттырып кетеді. Соның кесірінен көп қателік жасап қоямын. Іс-қимылымда немесе айтқан сөздерімде көп қателік жіберіп қоюым. Сол менің өзіме деген сенімсіздігімнен көп қателік жасаймын. Бірақ одан сабақ алуым, яғни өзіне, если адам сенімді болатын болса, ол уже міндетті түрде сол любой затты алып кетеді деген сияқты. Сол. Жаңа айтып кеткеніміздей, адамның өмірінде қателік өте көп болады. Менің өмірімде болған қателік және оның тәжірибе алғаны. Осыдан шамамен 2-3 жыл алдын мен мешітке оқуға түскем, яғни медресеге. Мен бірінші медресеге түспей өзім ұстазсыз үйренгім келді, яғни Құран ілімін. Және өзім үйрендім, бір ай, 2 ай жүрдім, созып, ұзақ уақыт кетті оған. Солай үйреніп жүрдім, бірақ ол дұрыс емес ілім болды. Оны мен кеш түсіндім. Түсінген кезде мен бір күні құптан намаздан кейін мешітте отырып Құран оқып отқанымда ұстаз келіп маған айтты: қай ұстаздан ілім алдың, қайдан ілім алдың, қашан ілім алдың деп сұрады. Мен ұстазсыз өзім интернеттен қарап үйрендім дедім. Сосын ол дұрыс емес деді. Солай маған бағдар берді. Яғни ұстазға келіп жолығып, сонымен үйренді. Сосын мен барып, баста ол сөзді өзім құлағыма білмедім, мәлімет жүрдім. Сосын барып бір күн барғанымда ұстазбен сабақ алып үйрендім. Сол арқылы өзім қателескенімді түсіндім. Және сол арқылы қазір біршама Құран жаттап үйрендім. Жалпы айта кетсек, мен бір жыл алдын праваға тапсырам деп ойладым. Маған достарым, таныстарым барлығы праваны сатып алсай деп айтты. Не қыласың оны оқып, ол қиын, қазір ол жақта қадайды деді. Менде бір сенімсіздік, қорқыныш пайда болды. Одан мен де ойлаймын, типа правадан қадалып қаламын, ол затты мен аламай қаламын деп ше. Бірақ мен әкем маған айтты, не қыласың басқалардың сөздерін тыңдап, сен өзіңе сен деді. Мен ағамды өз күшімен праваны алғаннан кейін, мен де өзі алма мақсат қойдым, сол праваны өз күшімен алуды. Мен соған дайындалып, сол праваны өз күшімен алдым. Сол тәжірибе маған болды. Басқалардың сөзін тыңдамай, тек қана өзіңді тыңдап, алдыңа мақсат қойсаң, соған өз күшімен жету керек дегенді. Жақсы, рахмет. Келесі бізде осы қорқыныш пен даму арасында қандай байланыс бар? Мысалы айта кететін болсақ, адам ең алғашқы
қателесуден кейін адамда сенімсіздік пайда болады. Яғни ол сенімсіздікті әр қателескен сайын адам сенімсіздік арта береді. Соның кесірінен адамда қорқыныш сезімі пайда болады. Сол қорқыныш сезімінің кесірінен көп адам дамуға өзінің құштарлығын кемітіп алады. Яғни адам көп қорыққан сайын ол менің қолымнан ештеңе келмейді деп өзін басып тастайды. Яғни ол сенімсіздіктің кесірі. Бірақ осындай жағдай мысалы көбінесе ересек адамдарда емес, балаларда болады. Осы жағдай кімдер әсер етеді оған? Мұғалімдер ме, оған ата-аналар ма? Оған қоршаған ортасы да әсер етеді. Яғни ол айтқан сөзін оның жақында достары немесе айналасындағы адамдар естіп оны кемсітуі мүмкін. Немесе мұғалімдер де немесе отбасы да әсер етуі мүмкін. Мысалы үшін ата-ана немесе мұғалім тарапынан да болуы мүмкін. Өйткені бір оқушы қателік жасағанда, мысалы мұғалімді алсақ, оқушы қателік жасаған кезде оған осы қателік оның тәжірибесі екенін түсіндіру қажет. Ал кейбір жағдайларда мұғалім ол қателікті тәжірибетін көрсетпей, ол оқушыны ұрысқаннан кейін ол уже андай не болады ғой, оқушыда өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Яғни қорқыныш пайда болады. Ол ары қарай дамуға ол кедергі болады. Иә, сол сияқты. Сол ата-анасы да ықпал етуі мүмкін. Өйткені кейбір балалар мысалы үшін оқуды алған кезде ата-анасынан қорыққаны үшін оқуы мүмкін. Сол сияқты ситуациялар қорқынышқа әсер етеді. Қорқыныш дамуға әсер етеді. Жалпы осыған мен мысал келтірсем болады. Мен бір видео желісінде көргем. Жалпы бір бала оған ата-анасы үйретіп жатыр. Ол сәби десек болады. Ол стаканға сүтті құйып жатыр. Басында оның қолынан келмейді, бірнеше рет қайталайды. Соңында бірақ ол сол қателіктердің арқасында ол қалай айтсам, сол тәжірибе арқылы сол үйренеді ол. Бірақ сол өзін мақсат емес негізі. Осы несін үйрену нәтижесіне жетті деп айтсақ болады. Келесі сұрақ осы қателесуден қорқудың бір зияны мен пайдасын талдасақ екі жақты. Пайдасы бар. Қателік жасаудың бар. Қателік жасаудың пайда зияны деп бөлгенде пайдасы әрбір істеген қателікте сабақ алу. Яғни бір қателік жасайсың, ол қателіктен сабақ аласың. Яғни бұл қателікті екінші рет қайталамауға тырысу деген сияқты. Ал зияны енді қателіктер әртүрлі болады ғой. Біреуді ренжітіп алуы мүмкін, немесе бір пікір айтып қоршаған ортаны, яғни айналаңдағы адамдардың пікірін өзгерту деген сияқты ғой. Соларға мысалы сенің пікірің арқылы жаман ой келуі мүмкін, немесе біреудің көңілін ренжітіп алсаң, сен одан сабақ аласың да, оның көңілі уже ренжітеді деген сияқты. Бұл уже қателіктің зиян тарапына кіреді. Зияндардың үшінші жағдайы ол қарым-қатынастағы болған жағдай. Мысалы бір адам көп қателесіп, немесе уәде беріп уәдесінде тұрмау, немесе өтірік көп айту, солардың кесірінен адам қоршаған ортасы оған сенбей, онымен қарым-қатынасын үзуі мүмкін. Бұл да қателіктің зияндарының екісі. Келесі сұрағымыз бізде осы қателесудің мінез-құлыққа қалай әсер етеді? Қателесу және мінез-құлық. Адам қателескен кезде мінез-құлқы қалай өзгереді деген сияқты. Қателескен кезде адам енді кішкене өзіне өкініш болады, өзін жазалағысы келіп, сол қателікке қателік жасаған кезде өзін жазалағысы келіп, өзін жаман көріп кетеді ғой мінезі. Ал негізі сол кезде қателігін жазаламай, тек сол қателікті талдау керек. Не үшін бұлай қалды, не үшін мен осылай істеп қалдым деген сияқты. Сол яғни мінез-құлқың уже өзгере бастайды. Сен уже қателікке басқаша көзқараспен қарауды бастайсың да. Яғни сен оны жазаламайсың, сен оны талдайсың. Не үшін бұлай болды деген сияқты ғой. Сол екеуінде андай қателік жасаған адамда уже қорқыныш пайда болады, сенімсіздік мінезі пайда болады. Қорқыныш жасаған сайын адам уже өзіне сенімсіздігі артыра береді деген сияқты ғой. Жалпы айта кетсек, мінез қай жерде өзгереді деп айтсақ болады. Мысалы көпшілік ортада сен қайда жауап бердің деп айтайық, ол уже қателікке жатады. И саған көпшілік
эмоциональный саған воздействовать етеді. Сен өзің ойланасың, типа өзіңе уже сенімсіздік пайда болады. И келесі травма болып қалып келеді, иә. Келесі жолы мысалы сен дұрыс жауапты біліп тұрсаң да, бірақ сен жауап бермейсің, себебі сен өзіңе уже сенбейсің. Сенімсіздік, қорқыныштық. Себебі уже сенің мінезің өзің еркіндігің жоқ, өзің ойың жоқ. Тек қана сен басқалардың ойымен келісіп отырасың деп ойлаймын. Бір-екі ауыз сөзбен пікірлеріңізді қоса кетсеңіздер. Жалпы айтсам, мен ең жақсы сабақ ол өз қатеңнен алынған сабақ деп ойлаймын. Әр адам өзінің қатесіне әзілмен қарау керек. Өз қатеңе күлкімен қарасаң, сен ол қате сен күшейтіреді деп ойлаймын. Менің айтатын пікірім, қателікті жазаламау керек, қателікті талдау керек, одан сабақ алу керек. Өйткені ғалымдар да, ақындар да көбінесе ғылым жолында жүрген адамдар да қателесіп, нәтижеге жеткен, немесе қателіктің өзі басқа нәтижеге апаруы мүмкін. Қателесіп, басқа бір жаңа бірдеңе ашуы мүмкін ғой деген сияқты ғой. Мен айтатын бізден кейінгі немесе бізбен қатарластарымызға біздің үлкен кісілерге айтарым, қателіктен ешқандай қорықпаңыздар, өйткені қателік бізді болашаққа дамуға итермелейді. Сіздердің естісек, сіз осы айтқан мнение интервьюімізде бір қандай қорытынды шығарасыз өзіңіз? Бізде көбінесе біз қателіктер, осы орта жастағы адамдар қателік біз жасаймыз. Осы подкастта біз студенттер көреді деген ойдамын. Шынымен де қателік жасаудан қорықпауымыз керек. Ол біздің арманға бір жетелейтін бір қадамдардың бірі. Сондықтан қорықпаңыздар. Сіздерге де уақыт бөліп келгендігіңізге үлкен рахмет. Көрермендерге өте қызықты подкаст болды деп ойлаймыз. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Барлығына сау болыңыздар.